Кең даланың үстіне жаңа күн туып келеді. Бұл қазақ ауылының тынышта мейірімді таңы. Бүгін кішкентай Айару мен оның інісі Алдияр үшін ерекше күн. Олар әжелерімен бірге құрт жасауды үйренбек. Құрттың сапасы таза сүтке байланысты. Міне, әже жаңа сауылған жылы сүтті шелегіне құйып жатыр. Айару мен Алдияр таңырқап қарап тұр. Таза сүт нағыз дәруменге толы байлық. Қазан қызды, сүт қайнай бастады. Баяу ғана буланып жатқан қазан нағыз сиқыр. Сүт қоюланып, құрт қайналатын алғашқы қадам жасалып жатыр. Балалар әженің әр қимылын қызыға бақылайды. Қоюланған айран арнайы дорбаға құйылады. Уақыт өте сары су бөлініп ағып, дорба ішінде құрттың ірімшігі ғана қалады. Бұл құрттың ең маңызды сәті. Ал енді ең көңілді кезең басталды. Әже мен балалар жұмсақ ірімшікті елеп, түрлі пішіндер жасап жатыр. Құрт тек тағам емес, жүректен шыққан еңбек. Дайын болған құрттар күнге қойылады. Даланың жылы желі, аспанның нұры бәрі құртқа қуат береді. Табиғат пен адам еңбегі бірігіп, дәстүрлі тағамды қалыптастырады. Кеш түсті. Үйдің ішінде жылы жарық пен тәтті иіс. Әже жаңа дайын болған құртты балаларға ұсынады.